Ал кеттік онда продолжениесін жасайық. Сол сияқты жаңағы дүниелерге ударение беру, сол нәрсені бойымызға сіңіріп, сол нәрсені жасап үйрену өте маңызды мен үшін. Ендігі мәселе, мен сіздерге айтайын деп жатқаным, жаңағы партнердан активный партнер тәрбиелеуді мен сізге практика жүзінде қалай болғанын жеткіздім. Ал енді сіз соныңызды менің айтқанымды бойыңызға әлім білім қып қалыптастырғыңыз келсе, енді сол нәрсені қолыңыздан келсе де, келмесе де жасап көріңіз. Жасау арқылы, может, сіз менен де керемет қып бойыңызға сіңіріп алатын сияқтысыз, түсініңіз ба? Осы жерде, осы нәрсеге немқұрайлы қарамаңызшы, осы дүние өте маңызды болып тұр да, соны сіңіру бойыңызға. Енді осы мен сіздерге беріп атқан 4-5 күндегі біраз практика жүзіндегі инструменттерді кеше айтып кеттім, мықты адамдарға пайдаланыңызшы. Мықты сізден де сильный адамға пайдалансаңыз, ол өтімді болады. Ал сізден слабый адамға пайдаланатын болсаңыз, мен сізге сразу айтайын, ол өтпей қалуы мүмкін. Неге? Енді айтайын, не үшін? Өйткені адамдардың ойлау жүйесі әртүрлі, түсініңізші. Адамдардың ойлау жүйесі әртүрлі. Әркімнің қоршаған ортасына байланысты. Біреу тез түсінеді, біреу тез сіңіреді, біреу тез түсінбейді, біреу тез сіңіре алмайды сол нәрсені. Түсініңіз ба? Сол сияқты соған байланысты дүниеде бұл нәрсе. Сол үшін адамдар әртүрлі болғаннан кейін бізде жүйе бар, сол жүйе арқылы көреміз де адамдармен қалай біз үйрету керектігін. Ендігі мәселе осыларды жасау, постоянно потокқа өзіңе қою осы инструменттерді. Мен қандай қателіктер жасадым, соған келіп сіздермен тоқталғым келіп тұр. Приблизительно мен сіздерге осы 10 күндік обученияда осы инструменттерді бердім. Енді сізге осыны бір потокқа қойып алу керек болып. Потокқа дегеніміз күнделікті жаңағы 2-3 встреча жасап, ключевой партнерді қалай шығару, презентацияларын қалай айту, соларды процесте өзің ғана айтып үйренбей, новичок болсаң, сразу же жаңағы адамдарың айтып үйретіп, сразу өзің практикада үйрену. Бұл MLM бизнестің бір кереметі да, сіздерге айтарым, кейбіреуміз соны құндылығын білмейміз да, соны мен түсінген кезде, қараңызшы, сіздің алдыңызда адамдар бар. Соларға үйрету арқылы сен де үйренесің да. Соны түсініп алыңызшы. Сол үшін жаңағы қазақтағы мақал бар ғой, көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешен боласың деген мақал содан шыққанда біз тренировка жасаймыз, соларға үйренеміз, бойымызға жаңа қабілеттерді сіңіреміз. Сол өте маңызды. Енді мен қандай қателіктер жасадым, өзім, енді мен сізге мына нәрсеге тоқталыңыз деп айтып тұрмын. Қазір бір 5-6 маңызды дүниені сізге беремін. Осы нәрсеге кіріп кетпеңізші. Осы нәрседен сақтанып жүрсеңіз, мен сізге гарантия берем. Егер күнде өзіңді тәрбиелеу арқылы жаңағы бойыңа сіңіру, күнде осы нәрселерді бір потокқа қойып алып, постоянно жасау арқылы үйренетін болсаң, мен сізге айтайын, сіз керемет лидер боласыз. Ал енді ең бірінші мені құртқан нәрсе ол зона комфорта. Көп адамдарды зона комфорта үлкен жетістікке жеткізбейді. Зона комфорта дегеніміз не? Зона комфорта дегеніміз сен күнделікті бір нәрсеге үйреніп аласың да, сөйтесің, сол зона комфортаның шыға алмайсың. Әр адамның өзінің зона комфортасы бар. Күнделікті расписание сазында тұрады, үйтеді, бүйтеді, тамақ істейді, үйтеді, сөйтеді. Соған бойымыз бейімделгенді, сол сияқты сол зона комфортамыздан шыққымыз келмейді. Ал бұл жерде зона комфортадан шығатын нәрсе не? Онлайнмен постоянно встреча жасау, офлайнға встречаға кіру, офиске бару, адамдарды, ключевой партнерді тәрбиелеу, оған да уақыт керек емес пе? Сол уақытты бөлуді. Сосын кейін барып 1-2-3 жыл жақсылап жасаймыз да, үлкен уже команда пайда болғаннан кейін
кейде зона комфортқа кіріп кетеміз да, как будто сол команда бейімделгеннен кейін барып, как будто бір өзінен өзі сол бизнес ары қарай жүріп кететін сияқты да. Негізі жүре береді ключевой партнерларды тәрбиелесең да, бірақ расслабляться етпеу керек екен да. Әлі де ары қарай да сен басқа белестерді алу үшін, сосын ана қадағалау деген дүние бар да. Қадағалау дегеніміз осы жерде ең бірінші мәселе, мен сізге айтайын, егер сен үлкен жетістікке жеткің келсе, ең бірінші өзіңді қадағалау. Осыған мұқият болыңызшы. Өзіңді қадағалау, күнде жасайым деген нәрсеңді жасау. Күн айттым ғой, 1 минутқа өзіңді улучшать ету. Ең маңызды адам сенсің. Өзіңді қадағалап үйренші, ең бірінші. Өзін қадағалап, өзін тәрбиелеп, өзіне жаңағы нәрселерді, осы инструменттерді өзіңе жасату арқылы өзіңді қадағалайтын болсаң, бірінші өзіңді қадағалап үйренсең, екінші ертең структураны да қадағалаған сізге жеңіл болады. Көп адамдар өзін қадағаламайды, өзіне жасатып үйретпейді, сөйтіп барып структураны қадағалағысы келеді. Кешіріңіз, өзіңді қадағала ең бірінші. Сосын кейін барып структураны қадағала. Өзіңді қадағалап, өзіңе жасатып үйренсең, саған жеңіл болады. Командаңды қадағалау, командаңа да жасатып үйрену. Енді осы жерде мен сізге инсайт айтайын. Ол қандай? Сол кезде сен өзіңді қадағалап, өзіңді тәрбиелеп, өзіңе жасатып, бұл маған керек, бұл менің болашағым деп уақытылы ойлау жүйеңе жаңа шаршаған кезде эмоциональный спад болады. Менде де болады, сіңізші. Кейде ештеңе істегім келмейді менің де. Сол кезде мен өзімді қадағалаймын. Мақсат, тоқта, мынау керек қой, мынау сенің болашағың ғой деп ақырын жаңағы себептерді есіме ала бастаймын да, сол себептерді есіме алған сайын, жаңағы сіздің новый өзіңнің болашақ тұлғаңды есіңе алған сайын, сол дүние саған энергия береді да, и сол процесте сол энергия келеді да, ол саған қайтадан шабыт береді да, жаңағы сенің мақсатың, сенің арманың есіңе алған сайын саған шабыт береді. Шабыт берді дегеніміз сізде уже мауқым басталады, тірлікке мауқымымыз ашылады. Кейбіреу айтады, мауқымым соқпайды осы тірлікке, өстеді дейді. Өйткені неге? Ол адамның алдында бір қатты бір арманы жоқ, себебі жоқ, мақсаты жоқ, бір жанып тұрған өзінің жаңағы версиясы жоқ адамдарды, өйткені олар білмейді. Ал сіз бүгін ол адамдардан гөрі 2 сатыға шықтыңыз ғой. Даже мен сізге айтайын, тренингке шыққан адамдар, ілім алдыңыз, 3-4 сатыда жоғары болдыңыз ғой. Ал енді сіз оны бойыңыздан сіңіру үшін өзіңді қадағаласашы. Өзіңе жасатып үйренсе, өзіңе сол есіңе алып, сол энергияны алып, соны өзіңе жасатып үйренсе, ал енді өзіңе жасатып үйренсең, сол құралдарды өзіңе пайдаланып үйренсең, ертең командамен саған жеңіл жасату ғой. Неге? Өйткені сен өзің пайдаландың. Так, енді осы жерде анау тактиканы айтайын. Мен де сендей болғам. Мен де өз-өзімен жұмыс жасап жатырмын. Қарашы, сенде мынандай нәрсе болып қалды ма? Менде де осындай нәрсе болды. Осы нәрсені жеңу үшін мен бүйттім. Қазір өз-өзімен жұмыс жасауға, қазір мен де лидер болсам да, әлі күнге дейін новичок құсап, өз-өзімен жұмыс жасаймын. Мына тактикаларды пайдаланамын. Давай, может, саған осы тактикалар керек шығар, деп сен оғанда ол тактиканы бер. Ол тактиканы бер, сөйтті, ол тактиканы берді, оны да қадағала. Бірақ өзіңді қадағалау тактикасымен оны да қадағалайсың да. Бірінші өзіңді айтасың да, қара, мен өстіп қадағалап жүрмін. Ақасы, осындай дүниелерді жасасаң, осындай жетіс, осындай көрсеткішті көрдім. Өстіп, осындай маған инсайт келді деп айтып отыршы. Как будто сен өз проблемаңды айтып отқан кезде, сен оның проблемасын айтып отқандай боласың да. Өйткені бәріміздің проблемамыз бір ғой мұның бизнесте. Сол кезде ол сені, наставник мен қаяқтан біліп отыр, менің проблемамды айтып отқаным деп. Бұрын мен де таңғалатын, лидер маған өз проблемасын айтып отқанда, я говорю, менде де сондай проблема ғой деп. Ал ол негізі мәселе өзіңді қадағалау арқылы сен түсіндің ғой. Значит, проблема бір. Командада да барлығында өзіңді қадағалау арқылы сен оның проблемасын айтасың да. Сол үшін ең маңызды нәрсе өзіңді тәрбиелеу, өзіңді қадағалау, бойыңа жаңағы осы алған дүниелерді
қабілет қып сіңірту, жақсы әдеттерді қалыптастыру, сол жақсы әдеттер сенің болашағыңа жетелейді. Болашағыңда болатын жаңа версияңа сен барасында жақсы әдеттерді қалыптастырсаң. Осы өзіңді қадағалау дегеніміз осы. Сол үшін зона комфортаға кіріп кетпеңіздер, хорошо? Енді екінші мәселе, қадағалау деген мәселені айтып кеттім. Үшінші мәселе, мен бәрін білемін, бітті, мен үйреніп алдым, бітті, мен түсіндім, болды, маған білімнің қажеті жоқ деп ешқашан айтпаңыздар. Өйткені бәрін білмейміз. Бәрін біледім дейтін болсаң, ойлау жүйеңде ученыйлар доказать етті, санаң жабылып қалады екен, санаң ештеңені қабылдамайды екен. Өз санаңды жаппа. Әлі де мен үйренетінім көп деп әрқашанда новичок сияқты, менің де үйренетінім көп деп санаңды ашық ұста. Сосын кейін бар, постоянно развиваться ет, өзіңе уақыт бөл, күнде встреча жаса, анамен таныс, мынамен таныс, списогіне кіргіз, тоқтама, осыны бойыңа әдет қып қалыптастыршы. Осы әдеттерің, мен саған 1000% гарантия берем, сені 1 жылда, 2 жылда үлкен жетістікке жетелейді, түсіндіңіз ба? Сол кезде сол әдеттеріңмен сен уже бөлісіп отырасың. Сол бөлісу арқылы сен командаңды өсіресің. Бойыңа қалай сіңіргеніңді айтасың. Өйткені ол сенің жүрегіңнен шығады. Неге ол жүрегіңнен шығады сенің? Өйткені сен оны бойыңа сіңірдің. Қандай да қиын болса да, сен оны қазір жасап жатсың ғой. Сіңген ол жүректен шыққан жүрекке барады. Сонда жеңіл болады. Оның да жүрегіне тиетті. Ол да тез активный партнер болып кетеді сен сияқты. Өйткені сен соны жасадың. Түсіндіңіз ба? Сол үшін развиваться ет. Анау компанияның презентациясынан, компанияңда лидерлер презентация оқыса, обучение берсе, тренинг берсе, форум берсе, қалма ондай нәрседен. Оның бәрі инструмент. Сол жерге адамдарыңды алып бар, бірге бол, біліп тұрсаң да ол тренингті мен сізге беретін. Бірге барып қатыс, өйткені олар қарайды саған. Мына көп лидерлердің тағы бір қателік жасайтын, мен де жасағам, біліп тұрған тренингіне барады да адамдарын отырғызады да өзі кетіп қалады. Ол дұрыс емес. Әрқашан ізденісте бол. Мысалға бір тренингті, бір кісілер айтады, мен бір тренингті 34 рет көрген уақыт болды дейді. Бір тренингке 7 рет, 8 рет қатыстым дейді бір лидер. Бір тренингке. Өйткені әр қатысқан сайын сен албаған нәрсеңді алып отырасың да сол жерден. Сол сияқты бір кітапты неге 7 рет оқимын деймін. Өйткені сен әр оқыған сайын сен ойлау жүйеңдегі санаң өсе бастайды да, жаңағыдай вроде бы мелочь сияқты дүниені көрмейсің да, екінші оққанда көресің, үшінші оққанда көресің, төртінші оққанда көресің да сен. Ал енді сен уровень көтерілген кезде, қазір мен мысалға бұрынғы кітаптарымды оқып отырмын да, мен сізге айтайын, мен басқаша түсінемін да, мен ойлаймын да, бұрын мен неге соны оқымағам деймін да, бұрын неге соны көрмегем. Өйткені өсіп-өну арқылы сен развиваться етіп атқан кезде сенің ойлау жүйеңді өсе бастайды. Сен өсе бастайсың, түсініп тұрсыз ба? Сол өсу арқылы сенің өмірге деген көзқарасың өседі. Қазіргі мына тренингтен біраз дүниелерді алдың. Сен 2 сатыда жоғарыладың қазір. Енді осы процесте мен бәрін білемін деп айтпа. Білмейтінім көп, әлі үйренемін, әлі үйретіңізші деп. Өйткені мынау ілім білім деңгейің сіздің жоғарылаған сайын, сіз мынау бұрын кіші проблемаларға біз көп мән бермейміз ғой. Сол кіші проблемаларды көріп кетесің. Кіші проблемаларды көре бастайсың. Ал үлкен проблемалар қайдан қалыптасады? Ол кіші дүниеден қалыптасады да, сол проблеманың сен шешімін көре бастайсың. Әр сөздің мағынасын түсіне бастайсың. Әр сөздің мағынасын түсіну деген сайын сенің ілім білім деңгейің жоғарылады деген сөз, түсінші. Мен қазір сондай нәрселерді көре бастадым да, мысалға бір мақал дегеніміз, бір кітап дегеніміз рас. Бір мақалда бір кітап бар да, соны сен түсіне бастайсың да, сол үшін күнделікті мына разумды подпитка жаса, әрқашанда развиваться ет, команданы сразу же келді ма, тренингке қатысу керек, ол сені өсіреді, форумға бару керек, ол сенің инструментің, анаған қатысу керек, ол тәжірибе, бірге барайық деп, командаңмен бірге жүр постоянно. Сол кезде ол көреді, сен оны практикада көрсетіп атсың. Көп лидерлердің қателігіне анаған бар, бейт, мен барғам кезінде, мен қырғам, ой, мен мынандай болғам деп айта бастаймыз да, айтпа.
Айтпа, көрсетсеші. Өйткені новый поток, новичоктар көп келіп жатыр ғой. Сенің кезіңде қырғаның оған қызық емес. Қазір көрсетсеші сен, ол әңгіме болып кетуі мүмкін. Сол үшін біз лидер болу керекпіз да, соның бәрін балет етіп, қасымызда жүріп көрсету керекпіз да, сол инструменттерді көрсет. Ал енді новичок келгеннен бастап сен обучение қатыс деп, осындай тренингке алып келсеңіз, өзің сонымен бірге қатысып отырып, осы тренингтен кейін командаңа онлайнға шықпа бүйтіп, тренингтен не түсіндің деп, мысалға мына жерде лидерлер отырсыздар, мықты ключевой адамдардың қатысып жатыр ма? Алда онлайнға шық солармен, 3-4 адамды қоста. Так, бүгін Мақсат Рысбековичтің активный партнерді тәрбиелеу сабағы тәмамдалды. Так, менің бір мақсатым, не түсіндіңіз деп, мен өз ойыммен бөліскім келіп тұр деп дискуссия жасасаңыздаршы. Мынау еврей халқы неге ақылды, неге керемет дейсіздер ғой? Мен бір параметрін байқадым да, олардың неге ақылды, неге керемет екен. Олар ашура дейма, машура деген нәрсе бар да олардың тілінде. Машура деген. Машура дегеніміз ақылдасу, бір нәрсемен бөлісу. Мысалға сен бір теманы, сіздерге айтайын, структурамен әр күні осы теманы обсуждать етіп, 4-5 ключевой адаммен, бүгін партнердан активный партнер тәрбиелеу сабағында не түсіндің деп, лидер сіз өз ойыңды айтып, мен мынаны түсіндім, сен ананы түсіндің деп, бәріңіз дискуссия жасайтын болсаңыз, сол машура болады. Машура дегеніміз ол мозговой штурм. Сол теманы, бір теманы сұхбат жүргізетін болсаңыз, бәріңіз өсіп онлайнда қызып тұрып та, сол кезде лидерді үйрене бастайды, партнердің да бойына қайталау арқылы тез бейімделе бастайды да. Сол үшін мен сіздерге лидерлер осындай мозговой штурмды көп жасаңыздар. Сол кезде мынау бүгінгі тренингтен алған дүние барлықтарыңызға мықты қалыптасады да, бойларыңызға. Әркім өзінің пікірін айтсын. Сосын әр адам пікірін айтып атқан кезде сөзін бөлмеңіз. Пікірін айтып болсын, оның пікірін дұрыс, молодец деп, оның пікірімен келсіңіз. Өйткені сен ол адамның пікірімен келсетін болсаң, оған сен стимул бересің развиваться етуге. А мұндағы байқап жүрген көп қателіктер, лидерлер жаңағы аспаннан түскендей әңгіме айта бастаймыз, сосын кейін барып ана новичоктар қарайды да, ойбай, бұндай болу мүмкін емес деп, мен керемет айтам. Я білемін сен керемет айтатынды. Өткен үйрендің ғой. Ендігі мәселе адамдарға керемет айтқызсашы деп. Көп лидерлер осы қателікті көп жасайды. Оны мен де жасағанбыз да, түсініңіздер ма? Сол үшін осындай дүниелерге көңіл бөлу керек болып тұр да қазіргі таңда. Сол үшін әрқашанда өсумен жаңағы дискуссияны көп жасаңыздар, сол кезде бойларыңызға қалыптасады. Ал енді новичоктар, сіздерде мен сізге айтайын, бүгінгі теманы 4 новичокпен келіңіз да, сөйтіп дискуссия жасаңыз. Сөйтіп не түсіндің деп жазбаңыз. Айту бар, бір нәрсені түсіңізші, мозговой штурм деген ол керемет дүние. Барлықтарыңызда команда болады, ол команданы дух береді. Онлайнмен, офлайнмен жинада обсуждать ет тренингті. Не алдық, так, давай пошагово жазайық. Давай, мынау, Мақсат Рысбековичтен үйренген нәрсені 7-8 адам шығайық та, пошагово жүйе қылып тастайық та. Адамдарды жаңағы келетін партнерларымызға жүйе қылып тастайық деп, 4-5 адам жаңағы одна голова умнее дейді орыстар, 2 лучше, 3 вообще лучше дейді. Сол сияқты бір теманы постоянно обсуждать етіп, тренингті обсуждать етсеңіз, бойыңызға жақсы сіңе бастайды. А сіңу арқылы ол жерде жаңа мозговой штурм жасасаң, оның бір кереметі бәрін бірге отырып заинтересован. Сол кезде мен сізге айтайын, ана новичоктардың бойындағы потенциалын ашасың. Потенциалын ашасың да. Сол сияқты мен сіздерге мозговой штурм жасаңыздар деймін, әр темаға. Осы дүниені сіңіріз. Сол кезде қызық бола бастайды да, осыны бір жерге жазбаңыздар, Сосын адамдар кейде лидерлерге байланысты дүние, бұл лидерлерге айтып жатырмын. Тағы бір өспей қалған менің бір зона комфортқа кіріп кеткен себебімнің бірі, мен өзіме анализ жасап жатырмын. Себебім бірі мақсаттарым кішкентай болып қапты да. Мақсаттарым деген менді қалай деп айтсам, новичок қой, үлкен мақсат болып көрінуі мүмкін. Енді статусқа байланысты да. Ал лидерге жетістікке жеткен сенің мақсатың кішкентай болады. Мен мынандай енді поэтапный дүниеде мен сізге түсіндіріп жіберейін. Басында бізде новичок болып келдіңіз, келдік, келген кезде жаңа квартира, машина деген мақсаттарын бәрін қойып тастадық. 6-7 жылда жетем деп. Соның бәріне жетіп алғаннан кейін барып тоқтап қалады екенсің да. Үлкен уровендегі лидерлерге айтып тұрмын, сізге пайдалы болсын. Сол үшін ол екінші уровендегі лидерлерге байланысты нәрсе да, мақсатың да үлкен болу керек та. А бірақ мақсат
үлкен болса, новичокқа сәл қиын болады да. Сол үшін мен лидерге айтып жатырмын. Сенің мақсатың үлкен болса, сен тоқтамайсың деп. Тоқтамайсың да. Ана орысша айтады ғой, целься в луну дейді. Не попадешь в луну, останешься возле звезд дейді. Қазақта мынандай мақал бар, түйе сұрасаң бие береді дейді. Түсініңіз ба? Сол үшін мақсатың да үлкен болу керек та. Ал новичоктарға айтатын, сіздер лидерлерге мақсат үлкен болу керек деймін. А новичоктарға айтатын, кіші мақсат қойда, соны жасап үйрен. Кіші мақсатқа жетсең, уже үлкен мақсатқа да жетесің. Тура сол құрал саймандар сені үлкен мақсатқа жетеді. Сосын ең бар, MLM бизнеске келген кезде ең бірінші сен көп еңбек етесің. Бойыңа сіңіресің, обучениеға қатысасың. Ең бірінші дейді, работай на авторитет дейді да, потом авторитет работать будет на тебя дейді. Ол қашан сен ключевой адамдар тәрбиелеп үйренесің, олардың саны көп болады, сол кезде сенің авторитетің саған жұмыс жасайды. Ал енді сол ключевой адамдарды тәрбиелеу үшін конкретно цифра керек саған. Сіздермен мен бұландай келісім шартқа отырғым келіп тұр. Әрқайсыларыңыздар мақсат қойыңыздар. Жылдың аяғына дейін 50, білмеймін, новичок 20 ключевой, 10, лидерсің бе 100 ключевой адам тәрбиелеймін деп. Ал енді сен сол ключевой адамды тәрбиелеу үшін мен атсалысқым келіп тұр саған. Атсалысқым келіп тұр. Жаңағы потокты сол үшін придумать етіп жатырмын мынау тренингтерді. Қазір сол туралы біз әңгімелесеміз сізбен. Мақсат туралы. Енді соны потокқа қою. Ал енді жаңағы тренинг сізге не береді? Жаңағы тренинг сізге не береді? Потокқа қоятын тренинг. Сол туралы әңгімелескім келіп тұр. Қараңыз, сіз одан не аласыз? Сіз новичоксыз, сіз лидерсіз. Ал енді осы проблеманы шешетін бұрын нелер адамдар аз етін. Ал енді мен сізге не проблеманы шешем, мен сізге не польза берем? Мынау тренинг сізге ұнады ма? Ұнады. Өзгеріс келді ма? Келді. Енді қалай сіз анау келген новичоктар тез өзгеріске келгенін? Бірінші, сіз солармен жұмыс жасайсыз. Новичоктармен мен берген құралдармен. Сосын кейін барып, мен қалай саған пайдалы бола алам? Сол адамдарды алып кел. Сөйтті менің тренингіме қатыстыр. Марафондарды көріп жүр. На марафондарды мен потокқа не үшін қойып жатырмын? Сіз үшін. Сіз командаңызды алып кеп кіргізе беріңіз сол тренингке. Мен осы тренингтен ол кәдімгі завод сияқты да. Сіз де оған атсалысасыз, мен де сіздің мақсатыңызға атсалысам. Команданы алып келіңіз. Проблема в чем? Енді осы жерде сіздерге организаторский способностьті дамытып үйрену керек та. Маңызды олардың өлеңін айтпау. Маңызды, мен саған осы бір апталық тренингте өлең бердім. Өлең деген стратегия бердім. Сол стратегияны соларға айтып түсіндір. Соларға сделай так, чтобы они пришли сами дейді. Сен былай істе, олардың қалауын оятып жер, өздері келетін болсын. А қалауын ояту үшін сен дефицит объявлять етті. Келесі тренингке қатысты, что бұл тренингке промоушен жасап үйрен, жақсылап. Сөйтті өзің инструменттер берді, менің марафон тренингіме алып келді. Егер сен мақсат қойсаң, жылдың аяғына дейін 100 ключевой партнер тәрбиелеймін деп та идея. Ай сайын осындай марафон тренингтер болып тұрады. Адамдарыңды алып келді, мен сіз үшін атсалысқым деп тұр. Сол марафон тренингке кіргізе бер. Сол заводтан өзің үйретіп жатсың. Мына жақта мен үйретіп жатырмын. Сөйтесің де сен қасыңа ключевой партнерларды ала бересің ғой өзіңе, түсіндіңіз ба? Сөйтіп саны көбейетті, жылдың аяғында сенде 100 ключевой партнер пайда болады. А егер 100 ключевой партнер пайда болды де, мен саған айтайын, сенің чегің 20 есе, 30 есе жылдың аяғында өседі. Түсінші? Чегің сенің өседі. Өстіп, мен осы марафондарды жасағым кеп тұр, сізге пайдалы болайын деп. Енді келесі марафон қашан болады дейсіз ғой? Келесі марафон, құда қаласа, лидерлерге бөлек болады. Енді сіздер мені мұқият тыңдаңыздар. Осы жерде отырған, осы тренингке қатысқан адамдар, менің основной чатыма жазылыңыздар, инстаграм аккаунтыма, мақсат, нижний пробел, Ануарбековке. Ол не үшін керек? Жазылыңыздар, сөйтіп барлық адамдарыңызды жазыңыздар сол жерге. Сол жерде, құда қаласа аптасына 2-3 рет мен сіздерге эфирге шығамын. Осы тренингке қатысқан адамдар қолынан не келіп жатыр,
нені жасай алдың, нені жасамай атсың, сонымен бөлісіп отырасыздар. Как сіздерге обучение ретінде, сопровождение ретінде халыққа пайдалы болсын деп, мен осыны жүргізе беремін да ары қарай. Түсіндіңіздер ма? Сол үшін обязательно жазылып қойыңыздар. Мынау көп переживать етпеңіз, бүгін тренинг бітті, болды емес, мен постоянно сіздермен связьдамын. Сосын кейін барып айтайын деп атқаным, лидерсің ба, командаңа мен тренинг берген қалайсың ба? Менде разный варианттар бар. Менторский курс, сосын кейін бар сіздің командаңызға бір 2-3 күндік, 2-3 сағаттық тренинг. Сосын қазір мына офлайн тренингтерім бар, мен сопровождать етемін. Офлайн тренингтерді. Керемет, оны заказ бергін келе ма, ол офлайн тренингтер хабарлас. Ал енді қазір онлайн тренингті дамыту үшін енді мен сізге айтайын. Мынандай программалар ұйымдастырдым қазірші. Сізбен келісеміз, командаңның бәрін жинайсың онлайнға. Сопровождающий тренингтер жасап жатырмын. Сопровождающий, сенің командаңды сопровождать ететін. Өз жерде сізбен келісеміз, может ол жаңағы бір 3-4 тренинг болады командаңа. Ол тренинг может бір тренингі, допустим, там 2 күндік тренингі, допустим, жаңа корпоративный тренинг, бір сабағы 100 мың теңге болуы мүмкін. Сопровождающий алатын болсаңыз бір 300-400 мың болуы мүмкін да. Әр командаға бөліп тастаймыз да, сөйтіп жерден 40-50 адам шығатын болса, өз жерден капитан командалар болады. Капитан командаларды өстіп WhatsApp-пен өзім отдельно сопровождать етем. Сосын мына жердегі лидерлер, егер керемет жетістікке жетем десең, мен сізге айтайын, осы тренингтен өткеннен кейін енді командаңды ары қарай постоянно подпитка беру үшін мен соғанда атсалысқым келіп тұр да. Лидер болсаң, менторский курсқа жазыл. Мен саған үйретемін, қалай ары қарай соларды жасату. Менторский курстың бір жақсы жері, айттым ғой, разный пакеттер бар. Лидерлер, хабарласыңыздар, бетіп связьға шығып, разный пакетті обсуждать етіп, сіздерге возможность берем. Ал енді тағы бір мәселе, осы жерде отыр, где-то бір 200 адам отыр. Құда қаласа 10 мен 15 орталығына екінші марафон жіберем. Екінші марафон. Соған әр қайсыңыз жоқ дегенде организация способность көтеру үшін әр қайсыңыз осы жерде отқан лидерге байланысты. Новичок, тез өскенін қалайсың ба? 2-3 адамыңды сол марафонға кіргіз. Осындай тренингке қатыссын, өзің де қатыс. Сосын кейін барып, құда қаласа лидерский тренинг жіберейін деп тұрмын. Именно лидерлерге стань лидером деген. Сол тренингке қатысқыларыңыз келсе, телефондарыңыз бас, оған да заявка тастасаңыздар болады. Сосын инстаграмма мен осы тренингке қатысқан адамдар инстаграмға жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар, қандай өзгерістер болып жатыр, аямай жазыңыздар соны. Өйткені ол да бір себепті адамдардың өсіп өнуіне. Түсініңіздер ма? Тренингтің уақытын ертерек қоямыз, обязательно тренингтің уақытын қоямын. Мен сіздерге айтайын, приблизительно 15 күні болатын сияқты ғой. Бір 10 күнде уақыт алу керек болып тұр. Сіздерге новичоктарды жазып, әрқайсыңыз мына жерде отқан 200 адам, әрқайсыңыз жоқ дегенде 2-3 адамнан алып келетін болсаңыздар, заранее бүгіндегідей қателік жасамайық, 15-не дейін списоктер дайындаңыздар. Лидерлеріңізбен сөйлесіңіздер. Керек па жаңағы лидерлерге, бір реттегі обещать еткен лидерлерге мастер-класс қойып берейін. Қазір новичоктар жазылып жатыр ғой. Сол үшін связьға шығыңыздар. Менде тиімді нәрселер өте көп, лидерлер. Любойыңызға енді мына положениені бізде білеміз ғой. Көмектесу ретінде бір қатып қалған баға жоқ, келісеміз любой тірлікте. Өйткені разбор жасау керек болып тұр сіздерге. Сосын мына жердегі лидерлер, разборға қатысыңыздар. Жеке разборлар бар. 2 сағаттық, 1 сағаттық жазылсаңыздар болады. Оған қатысыңыз. Как бы жаңағы врач сияқты диагностика қойып береміз ғой сізге, түсініңіз ба? Сонда мәселелер, керемет нәрселер болайын деп тұр да. Қазіргі таңда. Сол үшін түйеге жантақ керек болса бойын созады дейді, мойын созады. Сізге керек па хабарласыңыз, сізге керек па звондаңыз, сізге керек па настаивать етіңіз. Мен сізге жәрдем беруге әрдайым дайынмын. А то кейбіреулер ақшам жоқ, анау жоқ. Керек па табыңыз. Разный варианттар бар. Әнеуген айттым ғой, жетістікке жету деген нәрседен құралады. Амалын табыңыз. Бұл жерде мәселе амалын табуда. Сол амалын тауып үйрен.
Менің де мақсатым сіздерді сол үлкен лидер болса екен, көп табысқа жетсе екен деп, даже сол марафондарды потокқа қойып. Сосын ең бар, бір марафонды потокқа қойдың ба, ай сайын командыңды алып келе берші. Итогында мен сізге айтайын ба, ай сайын командыңды марафонға сала берсең, өзің қатыса берсең, ай сайын ойлашы, 2-3 адамнан, 3-4 адамнан марафонға қатыстыра берсең, не болады? Ал көзіңізге елестетіңізші, жылдың аяғында не болады? Жылдың аяғында мен сізге айтайын, соған атсалыссаңыз, жоқ дегенде 20-25 ключевой партнер сіздің командаңызда болады. Өзіңіз байқамай қаласыз. Ал енді сен соны түсіндің, енді өзіңе пайдалансашы соны. Мен саған жәрдем бергім келіп тұр ғой. Сөйтіп алып кел, сіңнен тиімдісіне орысша, қазақша өтіп жатыр ғой. Керемет емес па? Орысша қатысам дегенге орысша курсқа қатыстыр. Қазақша қатысам деген қазақша курсқа қатыстыр. Түсініңіздер ма? Ал енді кешкі 10 тым кеш десе 1 сағат төмендетсе саламыз, ода тұрған проблема жоқ. Мәселе, мен сіздерге айтайын, осы запалды жібермеңіздер, осы запалда болыңыздар, осы усилияны вкладывать етіңіздер әрқашанда, осы процесте болыңыздар. Потокты алып келіңіз, ключевой партнер сіз тәрбиелеңіз. Алып келіңіз де менің обучениема салып жіберіңіз. Ол заводтан шыққаннан ключевой партнер келді. Өзіңіз онымен қалай жұмыс жасауды үйрендіңіз. Оған да айтыңыз. Ол да адамдарын алып келсін потокқа. Сөйтіп бәрің сол потокқа келсеңіздер, жылдың аяғында мен сізге айтайын, осы марафонға қатыстыра беріп, өзіңіз қатыса берсеңіз, жылдың аяғында көресіз. Ал енді 2 жыл осындай поток постоянно болатын болса, ойлаңызшы, сізде готовый 100-200 әскеріңіз болады. Ключевой партнерлар, осы емес па біздің мақсатымызда, осы емес па біздің арманымызда. Сол үшін сіздердің армандарыңызға, мақсаттарыңызға жетуге мен атсалысуға дайынмын. Сіз дайын болсаңыз, түсініңіздер ма? Сол үшін осы нәрселерді бойымызға сіңірейік. Проблема емес дейді. Я проблема емес. Өйткені адам бар, қайта сіз қуану керексіз. Сізге керек. Кезінде бізге бұндай адамдар болмады, шынымды айтсам. Инструмент беретін адам болмады осы тренерлердің ішінен. Вот шынымды айтайын, мен біреуді әңгіме қылып кетіп, именно осындай инструмент беретін адам болмады. Түсін тұрсыз ба? Инструмент беретін адам. Ал енді қазіргі таңда ондай адам бар да. Ал енді сіздің жұмысыңызды жеңілдетіп беріп жатырмын. Ал енді соны дұрыс пайдалансаңызшы. Басқа лидерлерге айтыңыз, басқа адамдарға да рекомендация жасаңыз. Анау верхстоящий лидерлеріңізге айтыңыз, платина, бриллианттарыңызға айтыңыз. Обязательно оларға да жеткізіңіз осыны. Мынау керек, мынау қазақша обучение керек екен, мынау санасына жетеді екен, осы кісі жеткізе алады екен. Давайте оны бриллиантқа айтыңыз, компанияға шақырайық деп, максимум обучениесін өттік деп, сөйтіп атсалысыңыз. Потому что мен білем, енді кейбір лидерлер бар, ой, не дейсің, бүйтесің, звезда ұстап кеткен адамдарда, түсіңіз ба? Үйрену керек. Үйрету арқылы біз өсеміз. Связь жаман болып жатыр ма? Вроде бы связь жақсы, сіздерде вроде бы слабы болып атқан сияқты. Сол үшін мен әрдайым атсалысуға дайынмын. Сіздің мақсатыңызға жетіп, сіз қуанып атсаңыз, мен де қуанышта боламын. Связьдамын. 24 сағат хабарлассаңыздар болады. Әлі қоштаспаймыз. Ертең орысша, құда қаласа, тренингтер болады. Сосын ертең құда қаласа орысшасында тәмамдаймыз. Сол үшін пландарыңыз жазыңыздар, марафон болады, соған адамдарыңыз жинаңыздар, сөйтіп алып келіңіздер бәрін. Сол үшін мен атсалысамын. Енді сіздің де араңыздан мынандай адамдар болады да, усилия вкладывать еткізбейді, адамдарды шақырғысы келмейді, тренингке алып келгісі келмейтін адамдар болады да, ондай адамдарға айтатын. Сен ертең өспейсің, бірақ қазір үйренсеш сол нәрсені. Сол кезде өсесің, қазір үйреніп ал. Түсініп тұрсыз ба? Сол, достар, мен сіздермен біргемін, әрдайым. Бір нәрсені түсініңіздерші, қазіргі таңда үй алатын заман емес, қазір үй алатын заман. Бұрын менің наставнигім айтады, мақсат, не стыдно родиться бедным, а стыдно умереть бедным дейтін. Кедей болып туылған бір стыд емес дейді. Ал ертең кедей болып өлсең, соны ойлан дейді. Өйткені мынандай 21-ші ғасырда өмір сүріп отырып, өзіңнің еріншектігіңе бой беріп, өспей қалсаң, сол жаманда уақытыңды тиімді пайдаланбасаң. А мен қалаймын сен ертең өкінбегеніңді,
Өйткені ертең уақыт өткеннен кейін біразымыз өкініп атамыз. Неге қатыспадым, неге үйтпедім, неге бүйтпедім. Бір реттегі не естеріңізде ма? Анау притчаны айтып едім ғой мен сіздерге, санитарка айтқан. 82% адам неден өкінді? Неден өкінді 82% адам? Олар айтты, мен өзің жақсы көретін нәрсемді жасамаппын, елді тыңдаппын, сөйтіп өз өмірімді өмір сүрмеппін деп. А мен қаламаймын сен өстіп өкінгеніңді. Сол үшін саған Алла тағала соны себепкер қылып тұр. Сен қазір осы уақытыңды тиімді пайдалан. Сосын кейін барып ана бойыңдағы ақталу, шағым айту, кінәлау деген дүниемен өз-өзіңді танып жұмыс жасан. Ешқайсысын шағым айтпа. Наоборот, жауапкершілік айда мен қолымнан келеді. Давай мен осыдан кейін 3-4 адамнан тренингке қатыстырайын. Мен Мақсат Рысбекович командама алып келейін. Мақсат Рысбекович командама тренинг беріп жіберіңізші деп. Жалеть етпе, вкладывать ет. Тағы бір нәрсені айтқым келіп тұр. Ең мықты ілім өзіңе салған ілім. Түсінші, біз мына нәрсені түсінбейміз да, киімге табамыз, мәшинеге табамыз, кредитке табамыз, тойға табамыз, бәріне ақша табамыз да, егер керек болса. А бірақ именно өзіңе какой-то бір 4-5 мың теңге или 100 мың, 200 мың іліміңе сал десе, жоқ, ойбай, керек жоқ, не қыламын деп. Осы жерде үлкен қателік. Жетістікке жеткендер адамдар өзінің ілім біліміне ешқашан ақша жалет етпейді. Ол кәдімгі сен балаңа ақша жалет етпейсің ғой, балаң ақша төлейсің, студент кезінде төлейсің, ілім біліміне диплом алсын деп төлейсіз ғой, түсініп тұрсыз ба? Диплом алсын деп төлейсіз, түсініп тұрсыз ба? Сол үшін мен сізге айтайын дегенім, сол сияқты да ілім білімге ақша жалет етпеңіз. Өзіңнің командаңды жаңағы ары қарай ілім біліммен өсуіне, өткен ілім білім арқылы өсеміз. Амна тренингте сен инструмент алдың ғой. Сол сияқты үлкен инструменттерді аласың. Сіздерге пайдалы болайын дегенім, өзіңе вкладывать етіп үйрен. Тренингтерге қатыс, командаңды алып бар. Қатыспаймын дейма, оған түсіндір маңызды екенін. Қатысатын адамдарды ал. Сөйтіп қатысатын адамдардың списігін көбірек жина. Осы усилиядан көп лидерлер қашады. Сөйтіп солардың өлеңін айтып кетеміз. Олар, конечно, ол тренингті білмейді. Олар сізге айтады, ойбай қатыспаймын, ойбай өзгере алмаймын, ойбай сенбеймін. Өйткені оларда кертартпа түсініктер бар. А сен осы обучениеға келдіңді, өмірге деген көзқарасың өзгере бастады ғой. Сол сияқты олардың да өмірге деген көзқарасын өзгеруге атсалыссашы. Сразу өзгеріп кетпейді ғой. Сол үшін сен өз өлеңіңді айт. Оның өлеңін тыңдадың ғой. Оның өлеңін тыңдадың ғой. Оның өлеңін тыңдадың ғой. Енді тыңдағаннан кейін өз өлеңіңді айт. Сенің өлеңің, сенің стратегияң, сенің инструментің. Осы тренингтен алған. Мен сені түсінем. Мен де сөйтіп ойлайтым. Помните, бір ретте возражение туралы айттым ғой. Маған обучение керек жоқ, мен оны қатыспаймын дейтін болса айт. Мен сені түсінем. Әкеша пультты. Мен сені түсінемін. Мен сені түсінемін. Мен сені түсінемін. Мен де осындай болғанмын. Мен де басында өстімін. Аспаннан түскендей болма. Түсіндір, оны түсінде айт. Енді тренингке қатысқанда қандай өзгеріске келдің? Не алдың? Соны айтсаң, аппетитіне. Помните, бір рет айттым ғой, біреудің арманын ояту үшін өз арманыңды айт деймін да. Тренинг саған қалай пайдалы болды? Басында сен де ақша төлегің келмеді. Мен де тренингке, платный ең бірінші тренингке наставнигім мені қалай кіргізді, білесіз ба? Маған наставнигім битті. Мақсат, тебе нужно посетить тренинг деді, бәрін үйреткеннен кейін. Я говорю, сколько стоит? 5000 теңге дейді. Ойлаңызшы, 2003 жыл, я говорю, 5000 теңге, Сергей, қалай ол? Я не могу. Я за 5000 теңге, говорю, я неделю буду в кафе дедім. Көрдіңіз ба? Психология, бедный адам психологиясына. Өйткені мен оны түсінем өз-өзімде. Өйткені менде ондай жоқ та, жаңа 5000 теңгені қалай не үшін берем дегенде. Сол сияқты да бізде де. Ал сосын наставнигім түсінді де, көрдіңіз ба, қандай дальновидный адамда. Бірақ условия қойды да, Мақсат деді. Я понял, деді. Ты же не посещал такие тренинги. Мақсат, давай вот так договоримся. Я за тебя заплачу 5000 тенге. Условия такие, деді. Если тебе понравится, ты вернешь мои эти деньги. Но бір сағат отыр деп. В течение часа, если тебе не понравится, можешь встать и не платить эти деньги деп. Қазақша сол бүйтіп айтты. Мақсат, мен түсіндім, сен бұндай нәрсеге қатысып көрмегенді. Мен сен үшін 5000 теңге төледім. Бірақ условия, достар, условия. Условия қандай? Ұнаса, сен маған ақшаны қайтарып бересің. Бірақ бір сағат отыр. Хорошо? Бір сағатта ұнамаса, ақшаны қайтарудың қажет жоқ деп. Сонда не болды? Тактика көрдіңіз ба? Мен келдім, қатыстым,
бір сағат емес, бір күн отырдым. Өйткені сол жерде осы сияқты инструменттер берді. Мен ізденіп жүрген сұрағыма жауап болды. Былай отырдым, керемет нәрсе алдым. Сөйтіп наставник күтіп тұр. Мақсат, иди сюда дейді. Гони деньги дейді. Ақшаны әкел дейді ол. Тебе понравится? Я айтсам, ақшаны әкел дейді. Сол сияқты түсіңіз ба, сондай тактикада. Содан кейін мен үйрендім да, өзіме вкладывать етуді үйрендім да. Сөйтіп сол өзіме вкладывать еткен ілім итогында неге алып келді? Міне сіздің алдыңызда бизнес-тренермін. Қазіргі таңда өзіме вкладывать еткен бойымдағы тәжірибемен сізбен бөлісіп отырмын. Сол қашанғы вкладывать етілген дүние міне себеп болып, енді Алла тағала сізбен бөлісуге маған мүмкіндік беріп жатыр да, түсіңіз ба? Ол ешқашан сенің алған ілімің, білімің зая кетпейді, түсіңші. Қандай да ақша төлесең де ол керемет дүние. Сол үшін ақырын сол структураңды тренингке қатысуға, обучениеге кірісуге, сенің презентацияңа, сенің тренингтеріне қатысуды обязательно контролировать et, мұқтаж қып қой. Өйткені конференция тренингтері арқылы ол өседі. Вот соны түсіншсен, осы сен үшін действительно маңызды. Сол үшін адамдарға ақырын диктаторский методпен емес, сен қалай өзгердің, сен қайтып осындай деңгейге жеттің, осы тренингтер арқылы. Мен де сен сияқты новичок болып келдім, мен де тренингке қатысқым келмеді деп, осы тактиканы пайдаланыңызшы. Мен сізге беріп тұрмын, осыны пайдаланыңызшы. Вот бағана айттым ғой, сделай, чтобы они захотели дедім ғой. Осы тактиканы пайдалансаң, оларда желание ашылады. Мен де қатысқым келеді, давай қатыс деп, қатысайыншы мен де деп. Вот, сөйтіп сол желаниясын ояттас, саған керек тренинг, деп диктаторский методты қой. Наоборот, қалай өзгергеніңді айтып бер, результат. Сол кезде адамдар, солар да өзгергісі келеді, олар да қатысқысы келеді, түсініңіздер ма? Осы потокты қойеге, хорошо? Потому что оларды да түсінші, ол да сен сияқты адам, оған түсіндір. Сол үшін осы ілім-білімге алып келу керек біз. Обязательно. Почему қазір тренингтерге спрос бар, айтыңызшы? Неге осындай? Өйткені әр тренингте өзі маманы бар, спрос бар, действительно. Халық өзгергісі келеді, Қазақстанымыз дамығысы келеді. Сіздер де, мысалға, мен сізге себепкер болсам, сізде ертең бір 100 адам, 200 адамның өміріне себепкер болсаңыз, қандай керемет. Сіз өспегенде кім өседі сол кезде? Ниетіңізге, пейіліңізге қарайсыз өсіп атсыздар да. Осы ғой, ниетіме, пейіліме берсін деген дүние. Сол үшін әрқашан шаршамайық, достар. Әрқашан пайдалы болайық, жәрдем берейік, түсіндірейік, ұмытпайық біз қандай болғанымызды. Оларға да түсіндірейік салыстырмалы түрде. Сөйтіп біз керемет үлкен жетістікке жетеміз, Осымен, достар, тәмамдағым кеп тұр. Осымен обучениені бітіргім кеп тұр. Мына дүниені сіңіріп, осы мен айтқан нәрсені потокқа қоятын болсаңыздар, қалай деп айтсам болады, осы айтқан нәрсені жасап үйренсеңіздер, осы мен айтып атқан стратегия, тактикамен марафонға адамдарыңызды алып келіп қатыстыратын болсаңыздар, мен сізге гарантия берем, сіз жылдың аяғында мощный лидер боласыз. А егер өзіңнің тактикамен жұмыс жасаймын, маған керек жоқ, маған болады десеңіз, енді ол өз таңдауыңыз. Ол кезде мен айтпаймын, сіз жетістікке жетпейсіз деп. Сіз жетістікке жетесіз, бірақ уақытта. Бұл жердегі маңызды уақыт емес пе? Сол үшін уақытымыз қадағалайықшы. Біздің уақытымыз біздің мақсатымызға жұмыс жасап жатыр ма? Маңызды емес елдің айтқанын, түсініңіз ба? Маңызды сенің мақсатың, уақытыңды тиімді пайдалану. Маңызды сол уақытың сенің мақсатқа жетелей ма? Қазіргі алған Құран салмандарын эффективно пайдаланып сол жетістікке жетелеп жатыр ма? Бүгін сен ертеңгі болашағың үшін не жасап жатсың? Сол маңызды да қазіргі таңда. Достар, сұрақ бар ма? Кім менен эфирге шығып, сұрақ қойғысы келеді? Эфирге шығып, мен ол кісімен сұхбаттасқанға дайынмын. Сұрақтарыңыз болса, Мақсат Рысбекович, осындай сұрағым бар, мына нәрсені айтып жіберіңізші дегенге. Алла разы болсын сіздерге, мынау обучениеге қатысқандарыңыз ол өте керемет. Қуанамын мен, негізі әр қазағым, жалғызым демекші, әр қазақ мен ойлаймын, мықты болу керек, бай болу керек, қуатты болу керек. Біз соған лайықтымыз. Лайықтымыз. Өйткені мен де атсалысқым келеді сол нәрсеге де. Мен де болеть етем сіз үшін. Өзгеріске келейік. Өйткені біз өзгеретін болсақ, қанша адамға себепкер боламыз да өзгеруіне. Сол үшін мен де атсалысып атқан осы. Ақырын келеміз өзгеріске. Сұрақтарыңыз бар ма?
Керемет дейді. Сіздерге де рахмет. Аймен айтқаныңыз келсін. Көп рахмет. Сау болыңыз. Сізге де үлкен рахмет. Осы тренингке қатысыңыз. Қатысып атқаныңызға, ілім біліміңізді дамытып атқаныңызға. Осы тренингтер үлкен себепкер болады сіздерге, өсіпөнгендеріңізге ертең. Бірақ жасап үйреніңіздер, өздеріңіз тәрбиелеп үйреніңіздер, біреуден мін іздемеңіздер, я? Өзің жасап үйренші соны. Сол кезде керемет болады. А мен дайынмын, сен лидер болып, команда қалайым десең, сильный команда қалайым, мен соны үйретіңіз десем, мен сізді үйретуге әрдайым дайынмын. Рахмет онда сіздерге, әлі де кездесеміз, комментарий жазыңыздар, жаңа бойыңыздан неңізді қандай өзгеріс болды, соның бәрін жазып үйренсеңіздерші. Жеке парақшаңызға қайтып шығам дейді. Жеке парақшама Ануарбеков Мақсат дегенде сөйерден сұрасаңыздар. Так, давай жүрейік. Сол жерден жазсаңыз болады, үйде немере шөбереңіз бар ма? Солар көрсетіп жібереді. Жақсы, обязательно қатысыңыздар. Кеш жарық, қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, Алла деп өзіңіз қалайсыз? Қалай сізге обучение? Қалай сізге командаңыз? Қандай эмоциясы бар командаңызда? Жалпы, қалай болып жатыр? Сол туралы айтсаңыз. Мен бірінші сізге өзіңізге рахмет айтайын деп шықтым. Көп рахмет. Мысалы сіздің жаңағы қазақша көңіл күймен, қазақи тілмен жеткізгендеріңіз енді ел үшін айтпай-ақ қой, өзім үшін өте күшті күш берді. Өте күшті, өте керемет. Сонымен қатар мен сізден бір сұрағым бар еді. Бағанан бері сіздер үшін айттыңыз. Ал жаңа келген адамдар үшін не деп айтар едіңіз? Жаңа келген партнерлар үшін. Немесе келем бе, келмейін бе деп тыңдап отырған адамдар бар осы жерде. Келем бе, келмейін бе? Сізге бизнес дұрыс па, емес пе өзі? Бұл біз істеген жұмыс емес пе деп ойланып отырған адам бар осылардың ішінде. Менің командамда бар мысалға. Қалай, сетевой бизнес дұрыс па, дұрыс емес па деген адамдарға ма? Иә, соған, ал келем бе, істей алам ба деп ек бөліп отырған адамдар үшін айтатын ақылыңыз бар ма? Иә, бар. Мен сізге айтайын, ешқашан күмәнданбаңыз. Алла тағала Құранда жазып кеткен мынандай депті. Күмән деген нәрсе, ол жаман нәрсе. Күмән деген ол любой тірлікте егер сіз күмәндансаңыз, мысалға ерлі зайыптылар отағасына күмәнданып, әйеліне күмәнданатын болса, ол жақсылық қалып келмейді, білесіздер, ол күмән деген нормальный нәрсе да. Енді Алла тағала Құранда айтады да, мен тәуекелшілдермен біргемін дейді. Неге ол кісі тәуекелшілермен біргемін деп айтады да? Мысалы Алла тағала да, өйткені тәуекел еткен, қорықпайтын адамдар. Мысалы, мына күмән деген нәрсе 80%, 90% кедей адамдар, олар бойында күмән көп адамдар, кедей адамдар. Күмән көпті, ол барлық нәрседен күмәнданады. Ал күмән қайдан болады? Бір рет айтып кеттім ғой тренингте. Егер сені бір ит аяғынан күшік жаңа тістеп алатын болса, өмірдің күшігі да, енді білмеймін, махаббат күшігі ма, әйтеуір бір күмән содан пайда болады. Бір рет қолдан келмегеннен кейін ол күмәнданып тұрады да, ой, мен бір рет істей алмадым ғой деп та. Ал енді кешіріңіз, жетістікке жеткен адамдар бір рет істей алмаса, 10 рет істеп үйренеді да. Түсініңіз ба? Егер сіз бүгін істей алмасаңыз, ол былай емес, ертең де істей алмайтын шығарым емес. Ертең сен басқа настроениемен кірді істеп көрсеші. Жасап көру арқылы үйренеміз ғой. Мысалға, кеше мен бір машинамен келе жатырмын да, бір водительмен, таксистпен. Сол айтады да, 61 жастада мен үйрене алмайтын шығармын, мен өзгерене алмайтын сияқтымын. Мен қолымнан келмейді, мен 61-ге толдым дейді да. Сөйтіп келеді, ойланып келеді, мен айтам да, аға деймін, машина айдауды қайдан үйрендіңіз деймін да. 21 жыл болды дейді да, таксист болып жүргенде. Машина айдауды қайдан үйрендіңіз деймін да. Басында машина айдай алмаймын деген күмән болды ма деймін. Иә, болды. Ал енді терең үңілейікші, сіз үйрендіңіз ғой. Қалай үйрендіңіз? Маған айтып беріңізші, талдап деп өзіне сұрақ қойдым да. Ағам деген тыпыр-тыпыр етіп отыр жаңағы. Енді сіз 21 жыл болды машина айдап жүргеніңізге. Керемет, мен таксистпін дейді да. Сонда 20 жыл бойы қалай үйрендіңіз десең, күнде соның дөңгелегін айдау арқылы үйренді ғой, түсініп тұрсыз ба? Мен айтып, сол кезде сіз күмәнданған жоқсыз ғой деймін да. Сол үшін жасаңыздар.
жасау арқылы үйренесіз де, сол кезде күмән кетеді. А күмән деген ол болады 90% адамда. Мен де кейде күмәнданамын. Мысалға, MLM бизнеске келдім, жаңағы үлкен жетістікке жеттім, үлкен ақша таптым, но кезінде мен күмәндандым. Я? Как будто маған иллюзия болды да оны табу. Но жасау. Сол үшін мынау күмән деген нәрсені құртыңыздаршы. Түсіңіздер ме? Сол үшін күмәнданбаңыздар еш нәрсеге. Ұнай ма? Тәуекел. Жасада, кірде, жасап үйрен. Так, ана кісі кетіп қалды. Так, видимо, связь дұрыс болмады деймін. Так, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Кім эфирге шыққысы келеді? Мен рұқсат берейін. Сұрақтарыңыз болса айтыңыздар. Неменем отырып кетті. Батареям отырып кетті. Бәсе сетіңіз не қылып қалды, Я өшіп қалған сол батареям отырып қалды. Енді мен бағана бір сіздің сабағыңызды тыңдадым, оның алдында өзім сабақ сөйледім, сонымен телефоным шаршап қалды деймін. Сол үшін мен сіздің структураңызды айтамын, күмәнданбасын. Күмән болмасын, любой тірлікте күмән болады, бірақ тәуекелдікпен жеңу керек. Ал ол қабілет тәуекелдік деген. Ал енді мен ондай кәсіпкерлерді көрген жоқ. Мысалы, любой жетістікке жеткен адамды барып өмір баянын талдап көрші. Соның өмір баянында ода да күмән болған, ол күмәнмен қалай күрескен жазылған. Егер сен күмәнданатын болсаң, ол мынандай адамдар, мен күмәнданатын адамдар көп та қазір күмәнді. Олар жетістікке көп жете алмайды, сол да. Айтайын деген. Көп адамдарда мен сендердей болып істей алмаймын, қайдан деген сөз жаттанды ма жоқ, енді табиғаттарына сіңіп қалған ба білмеймін. Сондай. Сосын уақыт жоқ деп айтады да. Уақыт не үшін жоқ? Бәрімізге 24 сағат уақыт берілген. Бірақ та олар не үшін жеткізе алмайды? Мен ойлаймын, өзінің жаңағы нелерін уақыттарына дұрыс ретпе қоя алмаған деп ойлаймын. Ол былайда уақыт жоқ дейтін адамдар, кедей адамдар айтады да, уақыт жоқ деп. Оның уақыты бар телевизор көруге, оның уақыты бар өсек айтуға, біреудің мінін айтуға, оның бойына қалыптасқан жаңағы жаман кертартпа түсініктер, оның уақыты бар жаңағы пайдалы емес қоғамға жасайтын тірліктерге уақыты бар да, оның ондай адамдарға менің жаным ашиды, шынымды айтсам да, ондай адамдарға айтамын, тренингке келіңдер, кішкене де болса саналарыңа өзгеріс келтіру керек. Өйткені ол кедей адамның психологиясы. Ал мен сізге айтайын, бай қуатты адамдар әрқашан арманы үшін, өзі үшін, өзінің тірлігі үшін олар уақыт жоқ деп айтпайды. Ал енді сіз ниетіңізден айтып тұрсыз ғой, маған бойымнан жаңағы осы тіршілікпен айналысуға менің уақытым жоқ деп сіз сондай ниет автоматически ниет білдіріп тұрсыз да, енді сіздің сол ниетіңізге қарай Алла тағала сізге еш нәрсе бермейді ғой, соны түсініңізші. Ештеңе бермейді сіздің. Сіз өз ниетіңізбен мен уақытым жоқ, мен үйренбеймін, миым ашып кетеді, мен бүйтем, мен сөйтем, деп жаңа әңгімелерімді айтасың да, уже блокировать етіп тастадың да мына санаңды. Содан кейін мен қолымнан келмейді десе, конечно, қолымнан келмейді. Генри Форд айтып кеткен ғой, любой адам дейді, жаңағы прав дейді да, и тот человек прав дейді, который скажет, я смогу сделать, и тот человек прав, который скажет, я не смогу сделать, да? Он қазақша айтқанда, менің қолымнан келеді, мен істей аламын дегенде адам прав, менің қолымнан келмейді деген адамда ол да прав дейді, да? Түсіңіз ба? Сол сияқтыдан бай қуатты адамдар менің болашағыма үйренетінім көп, жетістікке жетем, өйткені қоғамда ауыстырғым келеді. Өмірге қоғамда лептам енгізгім келеді деген адамдар, олар ешқашан менің уақытым жоқ демейді. Мен мынандай жігіттерді білем, 25 фирмасы бар, бірақ нарды ойнауға, басқа да хоббимен айналысуға уақыты бар да. Любой время звондаймын да, мен айтамын, о, бауырым, кездесейікші, бір шаруа бар еді, ақылдасады десем, Мақсат Рысбекович дейді да, өз миллиардер. Болды, не шаруа? Уақыт бар ғой, мәке, сіз үшін табамыз ғой уақытты. Пайдалы әйтеуір нәрсе болса, уақыт табылады деп, сонда 26 туысы бар адам уақыт бар деп айтады да. Ал бір туысы жоқ адам, жаңағы, білмеймін, қайқы кетіп атқан уақыт жоқ деп айтады да.
неге уақыт жоқ деп айтады да, өзінің болашағына уақыт жоқ деп айтады да. Мен енді кішкене жаным ашиды ондай адамдарға. Сол үшін анөгін айттым ғой, қоғамда мынандай бір пікір қалыптасқанда, жаңағы анөгінде айтып кеттім, бірақ тағы да тоқталғым келіп тұр мына жердегі кісілерге, тағы бір шабыт алсын деп. Менің тағдырым осындай, пешенем осындай болды, маған өстіп жазған деген адамдарыме айтайын деп жатқаным. Алла тағала тағдыр жазады, пешенесіне береді, Алла береді бәрін, Алла беруші. Бірақ ұмытпасаңыздаршы, Құранда аят бар. Егер сен дейді, маған бір қадам жасасаң, мен саған 10 қадам жасаймын дейді. Егер сен ниетіңді өзгертсең, әрекетіңді өзгертсең дегенді мен былай түсінемін да, мен сізге түсінейінші. Осындай тренингке келіп қалдым, себеп болды. Әйтеуір бір ниет бар, өзгергім келеді. Сол сияқты бір себептерді, тренинг деген не ол? Себеп қой адамдышы. Сенің ниетіңе қарай бұл себеп. Сіз кездесесіз да, наставниксіз. Әйтеуір себеппен сіз де оған, бүйтсеші, сөйтсеші деп. Сосын ертең олар кінәламайды да. Абай атамыз айтып кеткен. Бір күні дейді, қойшысы кепті дейді да Абай атамызға. Сөйтіп қойшының шапаны жыртық дейді да, кіріп келсе. Сөйтсе жаңағы Абай атамыздың несі, келіншегі есінде жоқ, аты кешіріңіздер. Сол кісі қарап отыр дейді да, бүйтіп. Сөйтсе Абай атамыз бүйтіп қарап, неге ана қойшының шапаны жыртық деп айтады дейді да. Сөйтсе, енді келіншегі бүйтіп қарап, біліп тұрған претензия болатын. Отағасы шапаны тіктіртіп жатырмын. Ана мынау біздің қойшы болғаннан кейін ол шапаны дұрыс болу керек. Сосын кейін барып жаңағы, Абай атады екен, неге сенің шапаның жыртық деп айтады екен да анаған. Сөйтсе, енді уақыт жоқ деп айтады дейді да. Уақыт жоқ деп. Неге уақытың жоқ деп айтады дейді. Сен неге осындайсың деп айтады. Тіпті енді Алла тағала өсіп жаратты ғой деп. Сосын екінші сұрақ қойыпты да, осы сен неге кедейсің деп айтады дейді да анаған. Енді өзінің қойшысына да.